Төлепберген Тобығабылов. Әңгімелер сағым. Шілдеде қызық, әсіресе жайлауда. Сағым дала, мұнар дала тыныштық бесігіне бөленеді дейсің. Жым-жырт кеңістікке қараудың өзі бір ғанибет. Тек көп қарасың, көзің талатыны жаман. Бостан мен Айдар киіз үй сыртында көлеңке басы қысқарғанша отырды. «Қой, үйге кірейік», деді Бостан төбесін ұстап. «Тұтанып барамыз». «Тұтанып дейсің бе?» Айдар көзін сығырайтып күнге қарағысы келді. Бұлар май қайнатқан далада қалай тұрады? «Тоқта, үйдің мына жағына шайық», деді Бостан. Екеулеп туырлықтың жерге түскен етегін көтеріп, шейін сырды. Жалаңаштанған керегеден үйдің іші түгел көрінеді. Кебеже, сандық, ыдыс-аяқ. Босақ жақта байлаулы саба. Қымыз болмаса не ішер еді? Тілімен еріндерін жалап өтті Айдар. Лимонад ішпегеніне де біраз болыптау. Кеттік, деп Бостан жүгіре жөнелді. Аяғын сылбыр басып Айдар да жетті. Даладан күнісіп кіргендіктен бе үй іші сап-салқын. Іргеден самал есетіндей. Бостан солай құлапты. «Оқ, жаным-ай, Айдар майкіңді шешті, аунап жата кетті. Мынаны қарашай. Сөйтсе жақсы бола ма? Ал шештім». «Сендер қалада қайтесіңдер?» «Қалада да», Айдар көтеріле сөйлексі келді. «Онда да күйіп тұратын шығар». «Қайдағы күйген? Паркте жүреміз. Қаптаған қалың ағаш, ортасында көлі бар». «Паркте дейсің бе? Суға түсесіңдер. Шөлдемейді екенсіңдер ғой». «Шөлдеп не сонша? Балмұздақ жесең». Бостан таңдайын қақты. Аузының су шұбырайын деді. «Мұп-мұздай шығар. Бізде тек аудан орталығында болады». «Фу, шөлдеп кеттік. Қымыз шесің бе? Жел соқпай қойды ма, немене?» Әуелде самал соққанда еді, кейін үй іші қайта тымырсықтанып кетті. Дегенмен рақат. Көк жазыққа етпеттеп жатып қараған қандай жақсы. Бәрі алақандағыдай. Сонау алыстан аттылы біреу көрінеді. Шамасы осылай қарай келеді. Көлше толқыған аптап. Жердіне балқып жатқандай. Далада бір діріл сағым ойнайды. Қалт-қалт, қылт-қылт. Күн қандай ыстық шынында. Суат басы қайта-қайта тебініп, дамылсыз бас шұлғыған жылқыларға толы. Бір-бір желпөш, қызық. Сонаның керегелеген кезі ғой. Керелеген деген сөзді Бостанның папасынан естіген Айдар. Бұл сөз адамға да байланысты айтылады екен. Ауыл адамдары тіпті басқаша сөйлейді. Тыңдай берсе шіркін, мына Бостанның да сөздері мықты. «Сендерде трамвай бар ғой, ә?» деді Бостан бірдеңе ойына түскендей. «Атам заманнан неге сұрадың?» «Соны шақпайтын сол дұрыс қой». «Темірді соны шақушы ма еді?» «Соны айтамын. Бізде жаз шықса болды, жылқының соры шыбын шіркей. Трамвайдың ішінде шыбында болмайтын шығар». «Шыбын ба?» Айдар кекете сөйледі. «Тек маса ғана болады». «Маса дейді?» деп Бостан басын көтерді. «Атасының басын жемеу, біздің ауылдардың масаларын ақмақ көргің келген екен. Өлсе бармас қалаңа. Күн көретін жерін масада біледі. Бірақ қалада қызық қой». «Соны айтамын. Қызық көру үшін барған масалар. Тіпті метроның ішінде де жүреді». «Сен оған мінесің бе?» «Оған несі, масаға ма?» «Метроға мінемін. Сосын қайтесің?» «Сосын ба, әуелі эскалатормен төмен түсем». «Эскалатор деген не?» «Эскалатор деген бе?» «Эскалатор деген жылжымалы басқыш.
басқыштың үстінде тұрасың, болды, өзінен өзі жылжи береді. Сосын төмен түсіп, билет алып, вагонға отырамын. Содан кейін қайда барасың? Қайда барғым келсе, сонда барамын. Қараңғыда адасып кетсең қайтесің? Айдар тамағын кенеп маңғаздана қалды. Жердің астында сүттен де аппақ, жап-жарық. Бізді кейде жердің үстінде жүріп адасады, деді бостан біртүрлі көңілсізденіп. Қыста түтеген қарлы боранды көрсең, қайдан келіп, қайдан тұрғаныңды білмейсің. Біз ондайыңды білмейміз. Айдар одан сайын қызықтыра түсті. Бізде көше болғанда атылған оқтай түп-түзу. Бір-бірімен иін тірескен зәулім үйлерді жағалап жүре бересің, және бәрі жазулы. Қай көшемен жүріп келе жатқаныңды білгің келсе, үйлердің қабырғаларына қарайсың, жазулы тұрады. Мәселен, Бейбітшілік проспектісі, Космонавт көшесі. Нешінші үй керек? Ол да жазулы. Мысалы, 599 үй. Нешінші пәтер керек? 201-ші. Ол да көзіңнің алдында бадырайып тұрады. Қысық көзіңді ашып қаратек. Сол жазулар қараңғы түнде де көрініп тұра ма? Көрінбегенде. Қалада түнде 2 миллиард шам қатар жанғанды, мына аспандағы күнің түк болмай қалады. Айдар таңдайын қақты. Солай? Бізге оларының түкке де керек жоқ, деді бостан қызарақтап. Жоқ болса, әрине. Түкке де дедім ғой. Сендерде біреуді біреу танымайды, бажырлаған үй, құжғыш халық. Папам айтқандай, араның ұясы. Бізге көшенің деп басқанда қажет аз. Бізді онсыз да тауып келеді. Бұл да таңдайын қақты. Білдің бе? Айдар мырс етті. Білдік. Білсең сол, Москвада әрине басқаша. Москвада болғандай сөйлеуін? Болмағанда. Болсаң, метроны менен неге сұрадың? Маса метроның ішінде де жүреді деген өзің ғой. Ал Москвада маса атымен жоқ. Маса болмаса, мынау не? Айдар бостанның құлағын дыз еткізіп шертіп етті. Ойбай, құлағым. Мына масаны қара тағы. Ой, папам айтам, әкеңді таныстырады. Айдардың екі көзі далада еді. Шынын айтса, бостанмен не сөйлесіп, не қойғанын білмейді. Неменеге жылай қайылды бұл? Жыласа жылай берсін. Көзі де ойда әлі далада. Әлгінде ғана қылтиып көрінген аттылы кісі жақындай түскен сияқты. Осылай келе жатыр. Бір түрлі бойы тіргенгені. Көзі талайын дегендей қалғып алғысы келді. Көзді жұмып жатып, ой ойлаған қандай жақсы еді. Біреу аттан түсіп жатыр екен дейді, бостан сыртта жүр екен дейді. Ол келген кісіге үйде ешкім жоқ деп жатыр екен дейді. Неге ешкім жоқ? Айдар бар емес пе? Апанық, құлағы естігіш Айдардың бостан не деп жатыр? Айдар үйіне қайып кеткен. Әне айтам ғой, бұл сөйтеді. Бір шерткенге құлағы жұлынып қалғандай сонша. Жоқ, мен мұндамын. Көзін ашты. Бостанның баяғы ыңылы, басқа ештеңеде. Көзін қайта жұмды. Мама, не жаным? Мамасы елестейді. Сағынды ғой. Айтқан сөздерімді ұмытқан жоқсың ба? Ұмытқан жоқпын, мама. Мамасы кім көрінгеннің сөзіне еріп, ақмақ болма деген. Ұмытқан жоқсың ба деп жатқаны сол. Үйір-үйір жылқылардың ішінде жүр екен дейді. Атқа шауып бар жатыр екен дейді. Айдар деп артынан бостан дауыстайды. Ол бұған жете алмай келе жатыр екен дейді. Атыңның басын тарт, тоқымың түскелі бара жатыр. Тақымы бос кім баласы бол деп сұрап жатыр екен дейді бейтаныс біреу. Гүж-гүж етеді. Бер қайырсаңшы, қап мынаны-ай. Мәутен аға танымадыңыз ба? Деді бостан дауыстай сөйлеп. Кімді айтасың? Дейді әлгі Мәутен дегені. Әй, олай емес, бері. Айдарды танымадыңыз ба деймін. Алмалдағы Нұрсұлу апамның баласы ғой, каникулға келген. Нұрсұлудың
жігіт боп қалған екен-ау. Бәсе тақымы бос кім десім? Қаланың баласы. Бостан-ай, мыналарды сен қайырмасаң болмас. Шағырлыға қарай шұбырт. Сізше, мен мына баланың атын қайта ертеп берейін. Кеттім ендеше. Бостан бірте-бірте ұзап барады. Кісіней шұбырған табын дүбірінен жер қозғалғандай. Бала ауыздығын тарт. Мәутен ғой. Басқа кім дейсің? Жарайды, солай отыра бер, қазір өзім. Мәутен үзеңгі қағыстырып кеп жүгеннен ұстады. Дыр-дыр. Ал түсе ғой жерге. Мұна тоқымын көрдің бе? Аттың иығында отырсын ғой. Енді болмағанда. Бас бермейді, деді Айдар аттан түсіп жатып. Жусанның күші қойсын ба бұларды? Түк емес. Қайта ерттеп қоямын. Кәне. Төмен салбырай түскен ер тоқымды көріп, Айдар шынымен қорқып кетті. Құлай жаздаған екенмін. Аттың құлағында ойнайтын кездерін ғой. Ана Бостанды көрдің бе? Құлағы түгіл шауып бара жатқан аттың бауырына кіріп кетеді. Ол әбді үйренген ғой. Жөн сұрамаппын-ау, деді Мәутен Бостанның әлгінде айтқанын есіне түсіріп. Кім баласысың? Мен бе? Нұрсудың баласы деді ме? Иә, Жәкеңнің жиенімін де. Жөргекте жатқаныңда көріп едім. Өзіңнен кейінгіге көріп қартаясың деген жігіт боп қалыпсың. Әкең байғұс көрді ме екен сені? Нұрсуда келді ме? Жоқ. Не істейді шешең? Инженер. Инженер? Дұрыс. Нешеу тұрасыңдар? Мамам екеуміз. Отырып қалған екен ғой. Тұз дәмдері жараспады, деп Мәутен күрсініп қойды. Сұлтан байғұс алмалға барып баласын көруге Нұрсұлудан батылмайды ғой. Балаң келіпті десем, бүгін шарау. Сіз кімсіз? Деді Айдар жақтырмай. Мына көрші Қызылқайыр совхозынан. Жәкеге қосылып кеткен жылқымды бөліп алайын деп. Көрдің бе әне Бостанды? Қайырсаң сен қайрарсың деп едім, жарайсың. Ал бала атыңа отыр, енді мыңқ етпейді. Айдар үндемеді. Атының шылбырынан ұстап Сүлеқос тұрып қалды. Әкеңе айта барамын. Балаң келіпті деп. Жақсы, енді сау бол, деп Мәутен атына қонып шаба жөнелді. Айдар Мәутенді жаман жек көріп кетті. Неге жеп көргенін де білмейді, бірақ кейін сол атын ертеп беріп тұрып, көңілсіз әлденелерді айтқан кісіні еске алатын болды. Не екенін тағы түсінбейді. Шынында да қызық. Көзін жұмса болды, елестемейтін нәрсесі жоқ. Менің мамам қалай жүр екен, дейді. Шаршап жүрген шығар, дейді. Сағынды. Әбден сағынды. Бостан ыңылдауын қойған. Шалқасынан жатыр. Бір сәт Айдардың да шалқалап жатқысы кеп кетті. Бірақ өйткен жоқ. Егін білегіне асып керегеге көзін сонау алысқа көз тіккенін жақсы көрді. Аттылы кісі шынымен осында келер ме екен деген сұрақтың жауабын күтеді. Егер келе қалса, егер ол кісі менің айтылмай қалып тұрған бір ғана сөз. Кімім десе екен, білмейді. Қалайда ол Айдардың әлі аузынан шығып көрмеген сөз. Құлақ шыңылдайды. Папа? Өз аузынан шығып көрмеген, бірақ жұрттан естіген сөздері. Осылай етпеттеп жатқан күйі бір уақ ыңылдап ән салғысы келеді. Әлде бір әннің ырғағы тілінің ұшына оралғандай. Жан әкем шертіп сезім домбырасын, жүректі қуанышқа толтырасың. Тілі күрмеледі. Бұл да тек естіп жүрген әні. Балалардың көбісі осы әнді салады. Жылауық, жылауық деп Бостан рахаттана күледі. Көзіндегі жасты қара дәп-дәу боп. Кімді айтасың? Сен айтамын, әлде масы шағып алды ма? Иә, масы, мұнан қарашы, енді саған қарай ұшып барады. Бостан басын қорғаштады. Басыма тиме деймін, тигенді көрсетемін қазір. Бұл жолы қонбай ұшып кетті. Бостан былайырақ барып отырды. Жылауық, жылауық. Қашан жыладым? Жаңа, енді түсіндім, әдейі маса деп білдіртпей көзіңді сүртіпсің. Папам мен мамам айтамын, Айдар жылады деп. Айтсаң айта бер.
Айтамын, жылауық. Айдардың көзін сүртіп өткені рас еді. Бірақ қайдағы жас? Жай ғана шық. Қолына жұққанында білінген жоқ. Мамаңды сағындың ба? Деді бостан Айдарды кәдімгідей мүсіркеп. Оның керегі қанша саған? Сұрауға болмай ма? Ал сағындым. Солайды сурет көресің бе? Не сурет? Мамаңның Нұрсұлу апамның суреті. Әнеугіні көрсеттің ғой. Әнеугіні көрсеңші. Үйде мамасының өзін алдын алып келген түскен суреті бар. Онда бар жоғы 8 айлық екен. Мамасы Айдарды қазірде сол баяғы қызыл шақаға байлайды. Шешіліп ештеңе айтпайды. Тіпті үйде көріп жүрген суретінің өзі жарты сурет. Көп ұсталғандықтан бір жағы желінген екен деп жүрген. Жоқ, олай болмай шықты. Бостанның көресің бе деп отырғаны сол сурет. Мамасының қасында отырған кісінің біртүрлі жүзі жылы көрінді. Сәл езу тартып түсіпті. Құр мұрны ашаң жүзіне жарасып тұр. Шашын бір жағына қайырып тастаған. Үстінде боз костюм, ақ көйлек. Ақ көйлегінің жағасын пиджагының сыртына салған. Мамасының үстінде қоңыр гүлді көйлек, қымбат товар. Атын ұмытып қалды. Сен тумастан бұрын тіктіріп қойғанмын деп көп айтатын. Кимді қойшы. Ең дұрысы бұл суретті үйге алып барған. Сосын мамасының алдына қояды. Сосын мамасы Айдар біртүрлі. Аты жөні жоқ, көз алдына тағы да ана жолы атын қайтта ертеп берген жылқышы елестегені. Не істейді шешең? Инженер? Инженер дұрыс. Нешеу тұрасыңдар? Мамам екеуміз. Отырып қалған екен ғой. Тұз дәмдері жараспады. Өткен түнде түс көріп шықты. Айдардың да папасы бар екен дейді. Мамасы болса да бір үлкен дүкеннің ішінде жүр. Айдаржан, ана костюм қалай саған? Дейді папасы. Білмеймін, өзіңе ше, дейді Айдар. Мамаң айтсын ендеше, Нұрсұлу бері келші. Таптыңдар ма бірдеңе? Мамасы көңілді. Көрші мынаны. Жақсы сияқты. Маған да солай. Баланың өзіне дейді. Үндемей тұр ғой, ұнатпасаң керек жоқ. Киіп көрсін де. Киіп көріп жатыр екен дейді. Папасы Айдардың о жақ бұ жағына шығып қарайды. Қона кетті ғой Нұрсұлу, қарашы. Дұрыс айтып тұрмын ба? Қарап тұрмын, әдейі арнап тіккендей шынында. Қалай балам, ұнайды ма? Ұнайды. Онда алдық. Папасы балконда домбыра тартып отыр екен дейді. Айдаржан, кәне қосыл. Бұл қайын? Әкеме ғой, ал қайтадан бастадым. Папа, саған не болған? Не болшы, ән саламыз. Жан әке шертіп сезім домбырасын. Жұрттан ұят емес бе, папа? Неменесі ұят? Қайта естісін, жұрттың бәрінде әке бар. Сөзін толық білмеймін. Ендеше жай айтайын. Жан әке шертіп сезім домбырасын. Теңізде папасы екеуі жүзіп жүр екен дейді. Мамасы жағада жарбасында отыр. Айдаржан, бүйтіп бұлай жүзе аласың ба? Көрейін. Жоқ папа, болмайды екен. Ал бұлай жүзе аласың ба, шалқалап? Шалқалап дейсің бе? Ой жоқ, қорқамын. Ішіме су кетіп қалды. Суға батып, мамасында үн жоқ. Күркіреген күн, шарт сынған найзағай. Теңіз алай түлей. Папа. Шошып оянғаны. Ашық қалған екен, сыртта жаңбыр жауып тұр. Оның үстіне құтырына соққан жел киіз үйдің сыртынан сабалап қояр емес. Қарап тұрсаң бәрі қызық. Жаңбыр, жел, енді бүгін даланың өртеніп тұрғаны мынау. Далаға неменеге қарай бересің, дейді бостан. Талап жатыр. Не талап жатыр? Сона. Енді сона болдың ба? Сона деп бостан күледі. Жылқыларға жаны ашиды Айдардың. Әсіресе құлындарын айтсайшы. Енесінің мұнымен жұмысы да жоқ, өз басымен әлек. Бостанның папасының айтқаны рас. Малмысың деген. Адам болса өйтпес еді. Аттылы кісі теңізде жүзген кемедей білдіртпей жақындап та қалыпты. Шынымен осында келер ме екен? Егер келе қалса, Айдар біртүрлі қорқатын сияқты. Бостан, ана бір аттылы кісіні қарашы. Кәне, менің папам ғой. Бостан орнынан тұра жүре кірді.
Папам. Айдардың кенет ұйқысы келіп кетті. Күн ыстық, шаршады да ғой. Сырттан бостанның даусы естіледі. Папа.